өмірге тәуба. Өзімнің жүрген жолыма өзім жауап бере алатындай ғұмыр кешіппін. Қалам ұстадым, бесік тербедім, қазан сапырдым, тердім дала гүлінде жусанында, жудым сәби жөргеген қуыршағында, қарапайым өзімді ана болдым, тыпырлатып тірлікті құрсағымда. Мен қазақ қыздарына өзімнің осы жолымды сыйлар едім, қолымнан келсе. Бақытты болыңдар дер едім. Мен қазақ қыздарына өлең оқыңдар дер едім. Сезімді шыңдаңдар, сабырлы болыңдар. Қазақ ұлтының қызы деген нәзіктік пен өрлікті бірдей ұстаңдар. Даланың да жүгін көтеріңдер, ананың да жүгін көтеріңдер, қазақ қызы. Ұлы даланың ертеңгі тағдыры сендердің қолдарыңда дер едім. Соны айтуға бүгін мүмкіндік берген жасыма, әже болғаныма, немере шөбере сүйгеніме тәуба дер едім. Сендер ғұмырлы болыңдар, сендер өмірлі болыңдар, қазақ қыздары дер едім. Мен қазақ әдебиетінің шырқаған 20 ғасырын көрдім. Қазақ әдебиетін сол кезде әлемге танытқысы келген, танытқан тұлғаларды көрдім. Ол Бауыржан Момышұлы, ол Жұбан Молдағалиев, Қадыр Мырзалиев, Мұқағали Мақатаев. Ол менің замандасым және досым болған, қазақ қыздарының қалам ұстайтынын дәлелдеген, қазақ поэзиясына бөлек үн әкелген. Биыл 85-ке толып, қасымда жоқ менің Фаризам. Мен ол жайлы кітап шығардым оған арнап. Қазіргі қазақ әдебиеті сол 20 ғасырдың деңгейін түсірмес екен деп тілеймін. Қазір жан-жақтың әлемнің әдебиетінен үйреніп еліктеу барда, өзіңнің ұлттық тамырыңдағы әдеби шығарма бәрібір мәңгі дерем. Бәрібір біз абай және біз деуіміз керек қай ғасырда да дерем. Бүгінгі қазақ газеттерінің тағдыры мені қатты алаңдатады. Өйткені тілге құрмет аздау, жасыратыны жоқ. Ана тілі, анаңның тілі, далаңның тілі. Егер өзіңнің тарихыңды білгің келсе, газет пен кітап оқыңдар. Ал газет күнделікті жаңалықты жеткізуші. Оны көзбен оқыған бөлек, оны жай әншейін, осы шығады-ау деген бөлек. Біз жастар газетін, жас кезімізде үлкендер газетін оқып отыратын. Егер өзіңнің өткеніңді, далаңның тарихын, өзіңнің ата-бабаңның кім болғанын білгің келсе, газеттердегі мақалаларды оқыңдар, жастар. Өйтпесе сіздер тарихтан шет қаласыздар, махрұм қаласыздар. Ал басқалардың үйретіп атқан тарихы ата-бабаның тарихы емес, ұлы дала тарихы біздің бүгінгі жанкешті журналистердің іздеп тауып жүрген газет-журналдарда оқыңдар. Егер ертеңгі күннің нұрлы болғанын қаласаңдар, оқыңдар.